Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Ал бүгін міне осындай керемет, жұқа, дәмді, өте нәзік балды торт пісіріп үйренеміз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, бал, май, қант, ұн және ас содасы қажет болады. Түбі қалың сотейник немесе қазанға майымызды, қант, бал және жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып, орта отқа плитамызға қоямыз да үнемі араластырып тұрамыз. Балды өз қалауыңыз бойынша алмайдың жақсы сортын таңдап алыңыз. Мүмкін бұл әдіспен бірінші рет істейтін шығарсыз, қорықпаңыз, жұмыртқаңыз күймейді, тек үнемі жақсылап араластырып тұруыңыз қажет. Алғашқыда менде де қорқыныш болған, ал үйреніп алғаннан кейін бұл рецепттен басқа рецепті қолданбайтын болдым. Себебі қамырлар өте нәзік және жұмсақ болып шығады. Плитамызды орта қызуына қойып, массамызды осылай үнемі жақсылап араластырып тұрамыз. Бұл жерде ыдысыңыздың түбі қалың болғаны абзал. Міне көріп тұрғаныңыздай масса, май, қант жылдам еріп 80 градусқа дейін жеткізсеңіздер болады. Егер термометрларыңыз болмаса, масса бетіне көбік шығып, қайнайын дегендей жағдайда болады. Міне байқап отырсаңыздар, видеоға мұқият қарап отырыңыздар. Массамыз қызған сайын бетіне міне ақ көбік шығып, қайнайын дегендей сәтке дейін жеткіземіз. 76-79-ға дейін жетсе де болады. Массамызды плитадан алып, біраз араластырып және тынығуға қоямыз. Біраз массамыз тыныққаннан кейін ас содасын қосып 12 грамм мұқият араластырып көпіртіп аламыз. Менің ыдысыма бір ақ замес сияды. Сондықтан егер сіздер 2 замес жасаймыз десеңіздер, үлкендеу ыдыс алыңыздар. Ал мен ұн салу үшін қазір басқа ыдысқа құйып аламын. Осылай құйып алып, енді массаны тағы да біраз 10 минуттай суытамыз. Арада 10 минут өткеннен кейін илеуіштен өткізілген ұнды біртіндеп саламыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, сол әдіспен лопатка болсын, қол болсын, венчик болсын жақсылап илеп алыңыз. Мөлшерден көп ұн салмаңыз. Иә, қамыр жабысқақ болады, қолға да жабысады, бірақ ұн көп салмаймыз. Жақсылап илеп алғаннан кейін, соңында ол біраз эластичный болады. Целлофановый пакетке салып, салқындатылғанша 1 сағат, 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Әбден салқындау керек. Қамырыңыз салқын болып шығады, біраз қаттылау болады. Илеп-илеп жіберіп, көз мөлшеріңізбен немесе таразымен бөліп аласыз. Жайған кезде міндетті түрде пергаменттің үстіне жаясыз. Жұқа қамырдың құпиясы дәл осы жерде. Бірден пергамент қағазына жаю. Осылай әдемілеп шеңбер ретінде жайып аламыз да, өзімізге қажетті көлемде бірден кесіп аламыз. Сонда біздің қамырымыз жұқа, нәзік болып пісіп шығады. Бұл жерде сіз өзіңіз қамырыңыздың қалыңдығын және диаметрін реттей аласыз. Қолыңызда не бар? Кольцо ма, тарелка ма, немесе басқа дөңгелек затты қойып, осылай қамырыңызды кесіп алып, қалған қамырын алып тастап, бүкіл қамырды осылай кесіп-кесіп, вилкамен, шанышқымен тесіп алып, реттеп дайындап аламыз. Бірден пісіре берсеңіздер де болады, немесе алдымен жайып алсаңыздар да болады. Ол маңызды емес. 180 градуста қамырымыз жұқа болғандықтан 4-5 минутта пісіп шығады. Абай болыңыздар. Міне қамырларымыз осындай әдемі, жұқа және жұмсақ болып шығады.
ыстық кезінде бір-біріне қоймағаныңыз дұрыс, және тегіс жерге қойғаныңыз дұрыс. Қисық жерге қойсаңыздар, қамырыңыз қисық болып қатуы мүмкін. Негізі қамыр қатып қалмайды. Ал енді кремімізді дайындайық. Ол үшін бізге сапасы жақсы қайнатылған сгущенка керек, вареная сгущенка. Оны біз миксермен жақсылап араластырамыз. Қол миксерін пайдаланған ыңғайлы бұл жерде. Жақсылап үртіктері қалмайтындай араластырып аламыз да, енді бұған 1 стақан пайызы жоғары қаймақ қосамыз. Ол да өз таңдауларыңыз бойынша. Екеуін жақсылап біріктіріп араластырамыз. Сұйық болады біздің креміміз. Енді випак, шантипак, белария болсын, растительный сливки қосамыз. Енді біздің креміміз қоймалжың, бірақ қою болмау керек, сұйықтау болғаны жақсы. Креміміз дайын. Енді қамырларымызды алып, біртіндеп 3-4 қасықтан салып, осылай барлық қамырларға жағып шығамыз. Егер қамырым біраз құрғап кетті деп ойласаңыз, қорықсаңыз, біраз тәтті сумен пропитка жасап жіберуге болады. Егер қамырыңыздың диаметрі үлкен болатын болса, онда әрине биіктігі төмендеу болады. Ал егер биік торт қаласаңыз, онда диаметрі кішірек болу керек. Сұрақтарыңыз болса, ұялмай WhatsApp арқылы жазып сұрасаңыздар болады. Торттың бетіне посыпканы бір қамырды үккіштен өткізіп алып пайдалансаңыз болады. Үккіш болмаса, кәдімгі оқтаумен де өгіп аласыз. Меніңше, посыпка неғұрлым сақ болса, торт соғұрлым нәзік көрінеді. Осылай посыпкамызды сеуіп шығамыз да, ең соңында илеуішпен тағы бір сеуіп, бетін әдемілеп